Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетімізді жақсы сөзбен бастайық. Қане бәріңіз бірге? Күн ашылды, су ақты, жыл біздің бақты. Бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетімізден бұрын тілімізді жаттықтырып алайық. Қане бәріңіз бірге айтайықшы? Дөңгелек же. Мөлдір су. Таза ауа. Балалар, біз өткен аптада қайда бардық? Далаға? Серуенге шықтық, солай ма? Далада не көрдік? Су, сосын? Топырақ, сосын? Құм. Жарайсыңдар. Балалар, біз жаңа жаттығуда қандай сөздерді айттық? Қандай сөздерді айттық? Ауа. Сосын? Су. Сосын? Жер. Балалар, жер қандай болады? Қандай? Қатты. Ауа бізге көріне ме? Ауа көрінбейді. Ауамен демаламыз, жұтамыз. Ал су қандай болады? Су мөлдір, таза. Міне, балалар қараңдаршы енді. Мен сендерге мінекей. Осыдан, міне, мынау не? Су. Таза су да мөлдір. Міне, осыны мен ағызғанда тыңдаңдаршы. Не істеді су? Ақты. Және сылдырлаған дыбыс естідіңдер ме? Естідіңдер, сылдырлаған дыбыс шықты. Ақты және сылдырлаған дыбыс естілді. Су, таза су. Таза судың ішіне мен бір заттан салсам, су өзгерді ме? Өзгерген жоқ, міне, мөлдір күйінде қалды. Ішіндегі зат көрініп тұр, солай ма? Міне, су сонда таза мөлдір екен. Міне, ауа бізге көрінбейді. Солай ма? Ауаны көргенде жұтамыз. Енді мына ішінде міне бос тұр мешок. Енді осыған қараңдаршы. Ауа көрінбейді. Осыны мен ұстап алайын деп жатырмын. Мінекей, ұстап алдым. Не кірді ау ішіне? Ауа кірді. Мінекей, көрінбей кіріп кетеді екен. Солай ма? Ауа деген. Ауа жұтып мынаны толықтырды. Міне босаттым. Ауа не істеді? Сыртқа кетті. Дұрыс айтасың. Қазір қай мезгіл? Көктемде не болады? Жаңбыр жауады. Сосын? Жер су болады. Ағаштар бүршік атады. Ағаштар қайда өседі? Жерде өседі. Дұрыс айтасыңдар. Жаңбыр қайдан жауады? Күн болып болғанда аспаннан жерге. Жаңбыр жауған уақытта жер не болады? Су болады. Мінекей, жарайсыңдар балалар. Енді біздің алдымызда құм. Солай ма? Ол құм. Қараңдаршы бәрімізді. Қандай құм? Құрғақ па? Ұстап көрейік бәріміз. Құрғақ па? Құмды ұстап көріңдер, қолдарымен. Құмды ұстап көріңдер. Құрғақ. Енді қазір осыны су құйып, су құйғанда не болады? Балшық болады. Сосын дымқыл болады, су болады. Балшық болады, дұрыс айтасыңдар. Балалар, алдымызда құрғақ құм. Солай ма? Ол құрғақ. Міне алдымызда тұрған микроскоп. Осы микроскоппен қазір біздер құмды зерттейміз. Әзірсіңдер ме? Көргілерің келе ме? Олай болса құмды зерттейік.
Мынадан қарай ғой. Мынадан қарай ғой. Көрдің бе? Жаңбыр жауады, жер су болады. Солай ма? Енді алдымыздағы құмға су құйып, соны бақылайық. Кәне қолымызда қолғапты кейік бәріміз. Қолғапты кейік. Құрақ мұға мен су құйыватырмын. Не болды? Не болды құм? Қандай болды? Су барласыншы. Су болсын. Не болды? Құрғақ құм ұңқылданды, солай ма? Қандай болды? Су. Су. Басы. Балалар, алдымызда мөлдір таза су, солай ма? Енді бұның мөлдір судың түсін бояғанда ғана өзгереді. Алуа, айтшы, сенің алдыңда қандай түс? Көк. Кәне суға салшы, суың қандай? Мөлдір суға көк бояуды салғанда түсі қандай болды? Көк. Көк болды. Жарайсың. Айша, сенің бояудың түсі қандай? Я, суының түсі қандай болды? Бояшы, су қандай болды? Таза суға қалшы. Қандай болды? Оңыр, жарайсың балалар. Балалар, енді бүгінгі ұйымдастырған әрекетіміздің тақырыбы жер және су. Я, біздің суретімізде жерді немен боямыз? Қандай түспен боямыз? Қоңыр. Ал суды? Көк. Көк бояумен нені боямыз? Су. Балалар, бүгінгі біз іс-әрекетімізде шығармашылық жұмысымызды дәстүрден тыс техниканы пайдаланып жұмыс жасадық. Жер және су суретін губка және таяқшамен боядық. Әдемі шықты ма? Балалар, бүгінгі ұйымдастырылған іс-әрекетте біз немен таныстық, нені білдік? Айтыңдаршы. Иә? Жер. Немен айта, сосын? Су. Сосын? Құм. Ауа. Құмды зерттедік, солай ма? Нені зерттедік, айтыңдаршы? Нені зерттедік? Тәуекел айтшы, нені зерттедік біз? Микроскоппен не қарадық? Құмды қарадық. Мінекей балалар, судың пайдасы бар ма екен? Пайдасы бар ма? Я, сумен не істейтін болдық? Ішеміз. Сосын? Жуынамыз. Судың пайдасы көп. Суды таза ұстауымыз керек. Судың жағасына қалдық заттарды лақтыруға болмайды екен. Жер мен су біздің байлығымыз.
Оны қорғауымыз керек. Су болып ағайық, Су ағайық. жер болып тұрайық. Жер тұрайық. Жаңбыр болып, Жаңбыр болып. жауайық. Кәдесі құрытамыз. Бүгінгі ұйымдастырған іс-әрекетіміз аяқталды. Сау болыңдар.